Bizlerге азыр науқаслардың көпшілігі мұражат етіп келеді. Олардың беретін сауалы, біріншіден, аллергиядан бүтінлей құтылсақ бола ма деген сауалдар көп біздерге айтылады. Енді болады, оның қандай болады? Біріншіден, бір аллергия бойынша, аллергик ринит бойынша бір қысқаша бір сіздерге айтып беремін. Аллергик ринит бұл мұрынның сілекей қабатының қандай да бір аллергияның тәсірінде сілекей қабатының ісінуіне айтылады. Енді олардың белгілері мұрыннан қышу, мұрыннан түшкірік болу, реңсіз ажыралманың болу, мұрынның тығылу белгілерімен көрсетіледі. Азыр біздерде ең айтылып отырған қалай құтылудың жолы. Бұларда асид дейді, яғни аллерген специфик иммунотерапия. Бұл как аллергия вакцина сипатында айтылатын сөз айтылады. Ол сене алады, ол үшін сіз аллерголог докторына мұражат қыласыз. Онда сізден қаннан қандай не затқа бар екен аллергияны тексеріліп алады. Сол аз дозадан 3-4 жыл давамында сол аллерген сізге қол ретінде салып барылады. Нәтижеде сіздің аллергияңыз азаяды, уақыт өтуімен олма бүтінлей аллергиядан құтылуыңыз мүмкін.